Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Бүгін бізде осы сайт жасауды фронт-энд разработка арқылы қалай табыс табуға болады деген сұраққа жауап беретін боламыз. Ең әуелі біз осы курсымызда не үйрендік? Біз бұл курсымызда сайт жасап үйрендік, яғни сайтты верстать етіп фронт-энд разработканың фронт-энд разработка саласына басымызды сұғып алдық. Бұл ең бастамасы ғана местерге айтайын. Себебі қараңыздар, біз осындай сайт жасап үйрендік, қарасаң бір әдемі көрінеді, бірақ бұл местерге ең басы ғана деп айтсам қалай болады? Бұдан да ары қарай, бұдан да керемет сайттар жасауға болатындығын айтсам сенесіздер ме? Мен ойлаймын, оны сіздер білесіздер, мен сіз-ақ білесіздер. Себебі мысалы интернетте миллион сайттар бар, түрлі сайттар бар, сондықтан да бұл тек басы ғана. Сіздер осындай бір беттік сайтты мысалы шемішкеше шағып бір 20-30 минутта ғана жасап үйреніп, уже бәрі сізден на автоматик кететін сәттен бастап, сіз ары қарай үйрену керексіздер. Мысалы біздің бұл курсымызда фреймворктар жоқ болды, мысалы Vue.js, React.js, AngularJS деген фреймворктар бар, басқа да түрлі нелер бар. Мысалы біз WordPress-ті жұмыс жасаған жоқпыз. Жалпы осы фронт-эндтің өзі үлкен сала. Мысалы программирование деген қандай үлкен сала болса, оның ішінде ойлаймыз ғой біз, мысалы фронт-энд, бэк-энд деп бөлініп жатыр, олар наверное кішкентай бір нәрсемен шектелген ғана сала деп. Жоқ, олардың өзі шектелмегенде, түсінесіздер ме? Осы фронт-эндтің өзі бұлай үлкен, ауқымды. Оның барлығын мен де білмеймін. Оның барлығын біліп ешкімге де қажет емес. Бірақ сіз өзіңіздің табысыңызды арттыру үшін, өзіңіздің мамандығыңызды, яғни өзіңізді мықты маман етіп көрсеткіңіз келетін болса, өзіңіздің жасап жатқан істеріңізді жақсырақ қылып істегіңіз келетін болса, ары қарай сіздер оқу керексіздер. Мына курспен тоқтап қалуға болмайды. Сондықтан да қандай жалпы табыс табу жолдары бар дейтін болсақ, жалпы осы сайт жасау болсын, фронт-энд болсын, программированияда болсын, табыс табудың екі жолы бар. Біріншісі ол қарапайым жұмыс, барасыздар, бір компанияға барасыздар, офисқа барасыздар. Мысалы сіздер объявление кіресіздер, мысалы қараңыздар, давайте жазайық, HeadHunter-ға кірейік. HeadHunter KZ деген біздің Қазақстанда сайт бар. Конечно, бүкіл әлемде бар мына сайт негізі. Так, давайте іздейік. Фронт-энд деп іздедік. Так, мына жерде өскемен көрсетеді, алып тастайық. Так, вот фронт-энд деп жаздым. Бізге так Россиядан шығып отыр. Так, давайте Қазақстан қайда? Қазақстанды ғана таңдап қояйын. Мінекей, middle front-end developer дейді. Middle деген енді ол средний. Мысалы сіздер негізі қазір в принципе біз енді бастап жатырмыз. Сондықтан да мыналарға кішкене келмейміз. Мысалы көбінесе мысалы middle front-end developer дейді, middle senior дейді. Олар конкретно уже опыттары жақсы фронт-энд разработчиктер, мысалы жазылып тұрады негізі не керек оларға чтобы жұмыс жасау үшін. Мысалы мына жерде жазылып тұр, мысалы Астанада бар екен, ТО ОК тренинг дейді, фронт-энд разработчик 150 теңге дейді айлығы, Vue білу керек екен. Мына жерде мысалы React білу керек, senior болу керек дейді, 2,5 миллион. Көрдіңіздер ме? Сіздер мысалы өзіңіздің білімдеріңізді арттырған сайын табыс тартады. Мысалы мына жерде мысалы уже конкретно біраз нәрсе біліп қойған адам болу керек та. Мысалы осылай сіз объявлениені аласыздар, табасыз, енді алғашқыда қиын болады. Жұмыс табу деген өте қиын нәрсе ғой. Барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Реально қиын да. Сондықтан көп ізденесіздер, там заявка қалдырасыздар, барасыздар, собеседование барасыздар деген сияқты. Осылай сіз ең алғаш жұмысыңызды табу керек. Ең алғаш жұмыста сіз по-любому көп ақша алмайсыз. Ол жерге сіз за опытом барасыздар, тәжірибе үшін барасыздар. Бір жағынан табыс табасыздар, бірақ көп емес. Барлығы солай басталады, барлығы төменнен басталады да, қадаммен жоғары қарай кете береді. Дәл солай. Екіншісі болса бізде ол фриланс. Фриланста да көп сайттар бар. Жалпы табыс табатын fl.ru бар, freelance.ru бар, және upwork.ru бар. В основном осы үш сайт қолданады. Мысалы мінекей fl.ru дейді. Бұл, по-моему, российский или украинский сайт. Мысалы лучшие исполнители дейді. Продвигаю сайты дейді. Продвижение бар, заказ, дизайн, веб-программирование бар. Мысалы лучшие адамдар осы фриланста табыс тауып жүрген. Конкретно профессионалдар деген сияқты болады ғой. Мысалы мына жерге кіресіздер. Жазасыздар, стать фрилансером и найти работу дейсіздер мысалы.
регистрация жасайсыздар, почта жазасыздар, пароль жазасыздар. Парольдің қалай жазылу керек екені жерде бар, бәрінде галочка тұру керексіз жазған кезде. Яғни робот дейсіздер, зарегистрироваться дейсіздер. Соны кіргеннен кейін өзіңіздің там фотоңызды қоясыз, айтып бүйтіп, короче, аккаунтыңызды ретке келтіресіз. Визуально жақсы болатындай, Сосын мен айтарым сіздерге фрилансқа кірмес бұрын сіздер мысалы IT студио сайтын жасадық қой біз осы курста. Тура осындай, мысалы интернеттен макеттер тауып аласыздар. Осындай где-то бір 5-6 макет жасап шығыңыз. Сол макетті жасап шыққаннан кейін, мысалы на фриланста бізде портфолио деген нәрсе болады да. Портфолио деген как бы сенің жасаған сайттарың деген сияқты, жасаған жұмыстарың деген нәрсе ғой. И сол портфолио деген отделға сіз өзіңіздің осылай жасаған сайттарыңызды мысалы скриншоттап болса да, файлын болса да салып қоясыздар. Сонда сіз как бы андай новичок емес, кішкене біраз нәрсе жасаған, енді фрилансқа ғана енді келген адам сияқты боласыз. Сонда кішкене шанс болады. И как бы мысалы мында по-моему заказ қабылдау үшін да ақша төлеу керек. 5000 теңге ма, 10 000 теңге ма біздің теңгемен. Может көтеріліп кетті, білмеймін. FL-да болсын, freelance.ru-да болсын, Upwork-да болсын төлеу керек. Жұмыс жасау үшін мысалы оларға да пайда болу керек. Бұл сіздерге платформа береді. Мысалы бұнда заказдар тұрады. Оларды қабылдау да оңай емес. Ең алғашқыда көп потеть етесіз, терлейсіздер. Заказ қабылдау үшін жаза бересіздер, мысалы бір шығады там сверстать такой сайт, там сделать верстку, там добавить анимацию деген сияқты неше түрлі сайт, неше түрлі проекттер шығады да. Сіздер мысалы өзіңіз қарайсыз, мысалы оқып шығасыз, там не істеу керек, анау сіздер пример істей алатын болсаңыздар, қалдырасыздар заявка, өзіңіз түсіндіресіз, осындай жасай аламын, осындай опыт деп бәрін айтасыздар да. Неше күнде істеймін, қанша теңгеге істеймін деген барлығын бекітесіздер. Бірақ бұл жерде мысалы фриланста мысалы индрайверді білетін шығарсыздар барлықтарыңыз, Мысалы мен мысалы допустим осы өз үйімнен вокзалға баруым керек, Мен индрайверға кіремін, өзімнің үйімнің адресін жазамын и вокзалдың адресін жазамын да, мысалы там 500 теңге деп қоямын. И мысалы мен бұл кезде заказчик болып тұрмын. Мысалы мына жақта заказ тұрады ғой. Осындай мысалы ресторанның сайтын 3 күнде жасап шығу керек, там $1500 деген сияқты, мысалы айтып отырмын. И вот сол кісімен и мен екеуміз бірдейміз. Түсінесіз ба, мен заказ берем, и маған мысалы заявкалар келеді. Toyota Camry 600, там Volkswagen Passat 550, там условно айта берейік, Priora там 700 деген сияқты заявкалар түседі. Әртүрлі машиналар, әртүрлі бағада, әртүрлі таксисттер. Сол сияқты заказчикқа сіз мысалы заявка қалдырасыз, сіз сияқты тұр ондаған, жүздеген адамдар заявка қалдыруы мүмкін да. Оның ішінде орыс бар, қазақ бар, украинец бар деген сияқты ше. Бұл жерде ұлтта емес қой мәселе. Бұл жерде мысалы біреу опытный, біреудің мысалы опыты жақсы деген мысалы машинасы жақсы деген сияқты, кімнің опыты көбірек, содан көбірек алады. Сіз мысалы таксовать еткенде мысалы там вазбен шықсаңыз, 99-мен шықсаңыз, 9-мен шықсаңыз, сіз тура осы қазір фрилансқа енді кіріп тұрған адам сияқтысыз да. Басында сізді мысалы көп отклонить ету мүмкін, мысалы москвичпен шықтыңыз екен, сізді отклонить етеді, мысалы қыздар мысалы менсінбейді ғой көп қыздар, мысалы мектеп оқитындар или студенттер болса, мысалы бір жерге барған, боянып алған, бүйтіп тұрады да, заказ береді, мысалы там ваз бірдеңке етсе, фу деп қалады да, мысалы сол сияқты мысалы сіздікінде қабылдамайды басында қабылдамайды. Көп тырысу керек та, баса беріңіздер, жібере беріңіздер. Күніне 10, 20, 30 заявканы жібере бересіздер, и бір күні біреуін қабылдайды. Ол 10 күннен кейін болуы мүмкін, ол 1 айдан кейін болуы мүмкін. Бұл жерде бастысы андай тапқырлық емес, бұл жерде бастысы табандылық, постоянство дейді ғой, настырность дейді ғой. Сондықтан сіз солай жасай беретін болсаңыз, бір күні бірінші заказын саласыздар. Басында, конечно, тоже жаңағы жұмыс сияқты аз ақшаға аласыздар заказды. И сосын ары қарай жасап сіз өзіңіздің табысыңызда көтеріле береді да. И сол арқылы сіз бірінші осы фриланс аккаунтқа төлеген ақшаңызды жабасыз, одан кейін уже басқа нуждаларыңызға кетеді. Жалпы енді табыс табу бойынша осылай, мысалы fl.ru болсын, freelance.ru, Upwork болса да барлығы бір схемамен жұмыс жасайды. Сондықтан енді табыс табу бойынша осылай, енді қысқаша өз тіліммен түсіндіруге тырыстым. Также, кстати, мынандай способ бар. Мен өзім әлі студентпін. Біреуіңіз білсеңіздер, біреуіңіз білмейсіздер. Мен өзім қазір 3-ші курс оқимын. Информационный система деген мамандық, яғни IT мамандық. Бізде 2-ші курста курсовой болды, курстық жұмыс. Бізге курстық жұмыста сайт жасау керек болды.
И мен как бы өзім сайтымды 3 күнде жасадым. Мен қазір сіздерге көрсетейін мына сайтты. Курсовой, GC-ман мен сіздерге көрсеткен алдыңғы сабақтарда. Мына сайтты мен так сынып қалыпты. Алдында бір файлдарын алғам, сынып қалыпты. Мына сайтты 3 күнде жасадым. Мына анимациямен бас қатырған басында көп. И мен как бы оны жасап шықтым. Сосын там кейбір балалар там сұрай бастады мен. Мысалы, мына жерін қалай қояды? Мен мысалы фотомды қоя алмай жатырмын, анимация жасай алмай жатырмын. Мына кнопканың цветін қалай өзгертеді? Мынаны қалай оң жаққа жабыстырса болады, қалай ортаға қойса болады деген сияқты сұрақтар келді мен группаластарымнан. Одан кейін тағы да енді оларға барасын түсіндіресің, осылай көрсетіп жібересің. Сосын тағы да 4-5 группаласымның сайттарын жасадым. Олар мысалы мүлдем мамандықты қақпайтындар болды, или уақыт кетіргісі келмегендер болды, жұмыста жүргендер болды деген сияқты. Олар айтты, там, Нариман, маған сайт жасап бер, саған рахметімді айтамын дейді. Алып жасап бер. Конечно, группаластарын көп алмайсың. 5-10 мың теңгеден болса да жасап бердің. Кейбір оңайларына 5 мың, там кішкене более замороченналарына 10 мың деген сияқты, но олар үшін де ол көп ақша, мен үшін де нормально, по сути, да, студент болғаннан кейін әрбір ақшаның бір құны бар, өз еңбегімен тапқаннан кейін. И солай мен как бы осылай өзімнің қабілетімнен осылай да табыс таптым да. Как бы жай өзім сабағымды орындау арқылы деген сияқты. Оларға да жақсы, маған да жақсы. И сосын жаңағы көмек сұрап келгендер болды ғой, мысалы, сайт жасап береміз, мына жерін қалай істейді, анам қалай істейді деген сияқты айтқаннан кейін мен ойландым. Неге маған осындай біреулерге, басқа адамдарға осылай сайт жасауды үйретпеске? Егер менің өзімнің бойымда болса, мен өзім жанымдағы группаластарыма үйрете алсам, мен басқаларға да үйрете аламын деген ой келді. Оларға да үйретем, жалпы бесплатно үйрете берсе, адамның біріншіден зейіні кетеді, шаршайды, екіншіден жаңағы үйреніп жатқан адамға да бір құнды болмайды. Негізінде мысалы өзімде курс оқыған кезде, мысалы басқа нәрсе болса да, мысалы кітапты сатып алсаң, оны оқисың да, потому что ақшаң кетті. Курс алсаң, оны оқисың. Өйткені сен ақша төледің. Вот сол сияқты, мысалы сіздерде ақша төледіңіздер, енді сіздер оқу керексіздер. Мына курсты оқу арқылы сіздер өздеріңізге пайдаласыздар. Бірден табыс таба алмайтын шығарсыздар бәлкім. Бірақ еңбектенсеңіздер болады да бәрі иншалла. Сондықтан да мен енді осылай көктем айында потом, по-моему, сол кезде осындай ой келді да, именно ойланып жүрдім, может блог жүргізейін ба деп, может ютубқа уроктар түсірейін ба деген сияқты ойлар болды да. И сосын жазда как бы осылай ақырындап курс жасау идеясына келдім. Жалпы инфобизнес зерттей бастадым. Осылай енді мен өзімнің алғашқы потогымды өткіздім. Осылай бүгін мысалы көріп отқан курстарыңыз осы кішкентай ғана бір щелчокпен келген ойлардың нәтижесі. Иә, бәлкім бұл курстан мен керемет қырып табыс таппаған шығармын, бірақ күн көрісіме жеткілікті. Сіздерге де бір пайдалы ақпарат беріп жатырмын деген ниеттемін. Сондықтан да ешқашан да андай бос жүрмеңіздер. Әрқашан еңбектеніңіздер, оқыңыздар, үйреніңіздер, әрқашан өздеріңізді дамытыңыздар. Сондықтан да кез келген кезде бір щелчок болуы мүмкін. Мына нәрсені жасасаң жақсы болады деген сияқты да. Сондықтан енді бүгін табыс табу сабағы осылай. Енді жалпы өз тіліммен қарапайым түсіндіруге тырыстым. Сондықтан да бүгін сабақты көргендеріңізге рахмет. Келесі сабақ бізде соңғы сабақ, қорытынды финал сабақ. Сондықтан назарларыңызға рахмет. Соңғы сабақта кездескенше.